Сонымен, құрметті ханымдар мен мырзалар, бұл жекпе-жекте кездесетін қос жауынгермен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Алдыменен алаңның көк бұрышындағы жауынгердің кәсіпқой рекордында 21 жеңіс, 8 жеңіліс. Оның жасы 31-де, оның бойы 173 сантиметр. Джигит клубының өкілі, Валетудан Қырғызстан чемпионы. Қарсы алыңыздар, Қанатбек, лақап аты Тайсон Келдібеков. Оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышындағы жауынгердің кәсіпқой рекордында 10 жеңіс, 3 жеңіліс. Оның жасы 32-де, оның бойы 182 сантиметр. Мерген FC клубының өкілі атыраулық. Қарсы алыңыздар, Нұрберген, лақап аты Брюс Ли Шарипов. Тайсон Брюс Лиге қарсы. Да, кто бы мог подумать, что Мерген сможет организовать такой поединок. Алғашқы раунд. Қанатбек Келдібеков, Нұрберген Шарипов, жеңіл салмақ. Кештің ең қызықты жекпе-жектерінің бірі болмақ. Кем дегенде эмоционалды болады, иә? Алғашқы раунд. Солақай Келдібеков. Нужно упомянуть, что есть некая предыстория этого поединка изначально. Нұрберген и... Переходи на О. Жаңы топтамында ғана. Яндекс Плюс қатталусы 90 күнгі ақысыз. Музыка жана подкасттарды угуу менен ырахаттан. Фильмдерди жана сериалдарды көр. Таксиге арзандатуу ал. Аудио китептерди оку жана ук. Тезирээк кошул. Яндекс Плюс катталуусун 90 күнгө белекке ал. Переходи на О. Сага керектүүнүн баары алдыңкы оператордун бир эле тарифинде. Должны были встречаться в рамках ивентов ACA, но, к сожалению, не получилось, не срослось. Где-то на этот поединок смотрит у себя, возможно, дома Асланбек Бадаев, вице-президент ACA. Он сам об этом говорил, о том, что выделяет именно этот поединок. Иә, бірақ Нұрбергенді байқасаң, антропометриялық тұрғыдан сәл басымдылық бар сияқты. Да, безусловно. Кем дегенде бойы ұзын, қарсыласына. Размах рук и длина ног на его стороне. Но здесь нужно отметить, что это не его привычная весовая категория. Как организм справится, конечно же, вот с таким дополнительным весом. Бірақ соған қарамастан қазір Келдібеков қысым көрсетуде. Бір қызығы, ал шынымен де Нұрбергеннің біраздан бері айқаспаған байқалып отыр, қазір көп ойланып. Тіпті шабуылдың уақытында жіберіп қойып жатқанын көріп отырмыз. Бірнеше мәрте қарымта шабуыл жасауға мүмкіншілік болды, бірақ әзірше асығар емес. Ал Келдібеков бірден іске кірісті. Қанатбек пытается сейчас найти брешь в обороне для того, чтобы нанести удар. Обратите внимание, что раз за разом сейчас пытается нанести именно боковой передней рукой, правый хук. Ал Нұрберген не көздеді екен? Шыны керек түсініксіз әзірше. Нервное начало первого раунда. Иә, мен көрінді, тіпті бір орында тұрып қалып жатыр. Тайсон әлде қайда жылдам сияқты. Жергілікті аренаны бір оятып жіберді қазір. Қанатбек, конечно же, настоящий шоумен. Иә, эмоционал жекпе-жек дегенде біз осыны меңзеген болатынбыз. Сондай бір бойында қасиеті бар бұл жігіттің, шоу жасай алатын. По внутренней части бедра, отлично. Қайталап көрмекші бұл жерде. Қарсыласының шабуылын Келдібеков. Да, я думаю, что все-таки чувствуется, что Нұрберген отсутствовал именно в ММА некоторое время. Обратите внимание, что зажатым выглядит именно в первые секунды, первые минуты раунда. Өте жақсы. Дәл осы қол ұзындығы, бой ұзындығы Келдібековке жақындауға мүмкіншілік бермей тұрған сияқты қарсыласына. Мидл кик. Қанатбек не почувствовал этот удар. Қазір сондай бір психологиялық басымдылыққа ие бола бастаған сияқты. Да. Келдібеков. Ал Нұрберген қазір міне көрдің бе, тағы да бір орында өте көп тұрып қалды. Керісінше бұл жерде қазір Келдібековтың аласалығы кедергі сияқты. Да, возможно. Я слышал мнение от многих бойцов о том, что не всегда
Низкий рост – это недостаток, иногда это преимущество. Кстати, об этом говорил Алекс Волконовский. Оу! Хайкик. 1,5 минуттай уақыт бар. Лоу-киктен кейін бірден кейін араға шықты үзіп үлгерді. Келдібеков қазір жақсы бір қарқын алып алды. Алғашқы раунд, алғашқы минуттардан ақ уақытын жоғалтпай іске кіріскен болатын, ал Нұрбергеннің әзірше октагонда не істеп жүргенін түсіну қиын. 1 минуттай уақытымыз бар. Міне, алғашқы клинч, бірақ жоқ. Көздеген жеріне тиген жоқ. Лоу-кик. Иә, осы лоу-киктер қазір соңында өте маңызды болып шығуы әбден мүмкін. Кто-то должен забирать концовку раунда более уверенно. Потому что по поединку абсолютно непонятно. По первому раунду кто же выиграл. Именно первый раунд. Енді бұл раундты Келдібеков әзірше алып келе жатқан сияқты. Ну, по крайней мере, он давит, прессингует, все время наносит удары. Более точные на своих атаках. Міне, тейкдаун жасап көрмекші, бірақ Нұрбергенді құлату екі талай енді. Аяқта жақсы тұрады, нық. Причем, знаешь, несколько бойцов даже говорили о том, что очень сложно перевести в партер Нұрбергена, даже если ты схватишь одну из ног. О, удар с разворота. Не, раундтың соңына қарай белсенді қимылдай бастады Шарипов, бірақ бұл тым кеш жасалған шабуылдар сияқты. Жоқ, тым алыстан әрине. Нұрберген бұның барлығын көріп тұр, алғашқы раунд. Бойцам, кажется, абсолютно не нужны сейчас ни рефери, ни судьи, ни гонг. Бірден ішке соққы жасап отыр. Окей, өте жақсы. О, отличная комбинация Шарипова. Обратите внимание, что после лоу-кика сделал серию. Бірақ соққының дәл тигеніне қарамастан, байқасаң Келдібеков ауыр болса да сондай бір психологиялық шабуыл жасайды, иә, қарсыласына бақырып, міне көрдің бе? Тіпті соққыны сезбедім деп те қояды. Бұл психологиялық шабуыл ең алдымен. Провоцирует. Иә, Нұрберген енді жекпе-жек тізгінін өз қолына алу керек. Болмаса, Келдібеков осылай 2 раундты да жүріп алып, еш қиындықсыз жеңіске жетуі мүмкін. Бұны қанаттың өзі де түсініп отыр, сондықтан алғашқы раундтағы мәнеріне басатын болады. Тағы да шығырмыз. С разворота точно в корпус. Атакует лоу-киками Қанатбек. Қанатбек күресе қоймас. Енді біз бұны түсініп отырмыз. Алғашқы раундта Нұрбергеннің аяғын бір ұстап көрді. Тағы да міне. Бұл ең алдымен психологиялық шабуыл. Нұрбергенге қаншалықты әсер етіп жатқан әзірше көріп тұрған жоқ. Міне тіпті октагонның торына да жақындап тұрып алған екен. Бұл қаншалықты дұрыс шешім. Соққы алмасуға шақырып тұрма. Ну тут, мне кажется, риск минимален для Нұрбергена. Если захочет перевести, то не сможет, потому что сетка. Если захочет разменяться ударами, то вряд ли будет успешен. Міне қолмен де қазір шабуылдай бастады Нұрберген. Қысым көрсетіп жүргеніне қарамастан Қанатбектің бұл раундта дәл тиіп жатқан соққылар аз, шыны керек. Да, во втором раунде только было лишь 2 крика от Қанатбека. То, что запомнилось пока что на данный момент. Міне Қанатбектің жақындағанын күтіп отыр. Қайта-қайта тізесін көрсетіп қояды. Демек Нұрберген өзінің ойлағанын білдіртіп қойды деген сөз. Өте жақсы. Қанатбектің Келдібекова. Сәтті шабуылы. Лоу-кик еще один. Керемет. Очень странно, да, что Қанатбек находится на своей ударной дистанции, но при этом не попадает Нұрберген абсолютно в этом размене. Иә, қазір раундты жақсы бастаған Нұрберген біртіндеп жекпе-жек тізгінін қайрадан Келдібековтың қолына беріп қойды. Сложно, конечно же, будет судьям оценивать эти 2 прошедших раунда, потому что были свои моменты и у Қанатбека, и у Нұрбергена.
Өте жақсы, тағы да сол қол. Ал Нұрберген осындай бір финттерге көп көңіл бөліп жүрген сияқты. Тым көп уақыт кетіп жүр ма? Хай-кик. Және енді жекпе-жек болғаннан кейін бұлай бір-бірлеріне сый құрмет көрсету жекпе-жек барысында қаншалықты дұрыс? Я думаю, что, наверное, стоит это сделать после окончания поединка. И вместе попить чая, вспомнить те или иные удары, но во время поединка, наверное, не стоит на это отвлекаться. Хотя, кто я такой, чтобы об этом осуждать? Оу, попадает справа здесь. Канатбек. Еще одна комбинация. Міне, енді Нұрбергеннің ығыстырған күші бар, бірақ жоқ. Өзі бірден артқа қадам жасауда. Әлде қайда жылдам, міне байқасаң. Келдібеков. Өте жақсы. Еще один удар справа. Сол қол қазір біраз қиыншылықтар тудырды Нұрбергенге. Өте жақсы. Успевает вот Келдебеков и залететь со своей комбинации, сразу же разорвать дистанцию. Но здесь вот абсолютно никак не встречает ударами Нурберген. Вот что именно, почему именно так происходит, я не понимаю. Бұл жерде шыны керек Келдебековтың дене бітімі біраз қиыншылықтар тудырған сияқты Нұрбергенге. Бойы тым аласа, және дәл осындай қарсыластар қазір Нұрбергенге ыңғайсыз екенін көріп тұрмыз. Әлдеқайда жылдам. Шариповке қарағанда. Дәлдеген соққы. Тағы да жоқ. Бұл соққы енді ауаға. Демек, үшінші раундтың маңыздылығы одан да арта түсті деген сөз ғой. Үшінші раунд солақай. Келдібеков бірден сол қолды лақтырған не істейді? Қолдың сыртынан шабуылдауға тырысуда Нұрберген. Міне, қарсыластың соққыларына өте жылдам қимылдай. Келдібеков. Өте жақсы. Тағы да. Осындай бір-бір соққылармен түрткілеп жүріп алып, қазір Қанатбек жеңіске жету әбден мүмкін. Бұндай тактика қазір нәтиже беруде, шыны керек. Нурберген, если у него есть план Б, должен сейчас он его реализовывать. А вот Канатбек должен только работать так же, как он обычно работает. Но с более, наверное, большей агрессией, скорее всего. Оу. Фронт-кик. Да, обратите внимание, что сам вот, когда проводит атаки Шарипов, проводит их, наверное, не так, как нужно проводить. Ударов не наносит, не попадает. В точности мало в его комбинациях. Неге күрес көрмеске? Сондай бір сұрақ туындап отыр қазір. Нұрберген жақсы күресе алатынын білеміз. О, отлично сейчас встретил, контратаковал. Шарипов. Неге күрес қолданмады? Нокдаун. Жоқ, нокдаун емес. Бірақ жақсы шабуыл ұйымдастырылды. Тағы да аяқ. Уақыт бар. Почувствовал Шарипов, что может удосрочить. Здесь попытался. Енді міне тағы да үзіліс. Не үшін керек? Қарсыласыны біраз есеңгіреткеннен кейін тағы қарқынды көтеріп шабуылдау керек қой. Бірақ бұндай шабуылдарды Нұрбергеннен көріп тұрған жоқпыз. Тағы да міне дем алып алуға қарсыласына мүмкіншілік беріп отыр. Тағы да үзіліс. Раундтың ортасына да келіп қалдық. Теперь уже Нурберген играет в игру Канатбека Келдебекова, обратите внимание. Шабуылдап көру керек. Шыны керек, мен қазір Нұрбергеннен күрес күтіп отырмын. Күреске кіріп тейкдаун жасап көрсе қалай болады екен. Міне тағы да. Қолмен қарсы алды, бірақ Қанатбекте қапы қалған жоқ. Такое нервное окончание третьего раунда. 2 минуты остается до окончания поединка. Тағы да хай-кик, бірақ соққыны толықтай жеткізе алған жоқ. Көздеген жерге. Попал здесь слева.
Ну вот опять-таки попадает, но дальше Нурберген сам разрывает дистанцию. Бұл жерде Қанатбек енді дәлірек тағы да соққыларын дарыта алды. Және жекпе-жектің жалпы қарқыны да түсіп кетті. Байқасаң, екеуі де асықпай қимылдауда. Да. Апперкот. Апперкот. Зачем? Вот зачем вот это делать? Я не понимаю. Не керегі бар. Шын айтады. Сам остановил атаку, в итоге сам руку пожал. Зачем? Я не понимаю. Ладно, окей, в начале поединка это было наблюдать забавно, но когда вы уже в конце боя начинаете за минуту до окончания третьего раунда после каждого пропущенного удара респектовать. О, молодец, ты мне попал, теперь я тебе попробую попасть. Тағы да оң қолда жеткізіп көрмекші Шарипов. 1 минут қалды. Идет вперед Нурберген. Раундтың Все, что можно, сейчас выбрасывает Шарипов. Колено в прыжке. барлығын жасауда қазір, бірақ әзірше Да, еще нәтиже дальше таппаған. нужно работать, нельзя отпускать. Дал пространство. Дал дистанцию. Шарипов. 30 секунд до окончания поединка. Бұның не қажеті бар, шыны керек. Все, теперь Шарипов также будет кричать после... О, отлично! Удастся ли удосрочить? 20 секунд остается! Возможность для Шарипова Қорғаншы қалды. поставить жирную точку в этом поединке. Бұл қазір өте маңызды фактор болуы мүмкін. Дәл осы шабуыл қауіп төндіре алды бұл жерде Шарипов. Қазір жеңісті жұлып алуы мүмкін. Раундтың соңына қарай не болды? Жігіттер ары қарай айқасу керек. Стоп. Ждем решения. Төрешілердің шешімі қандай болды екен? Құрметті ханымдар мен мырзалар, төрешілердің бір ауыз шешімімен жеңіске жеткен алаңның қызыл бұрышы Нурберген Шарипов!